Әй ұлым, көп ұйықтау жаман әдеттің бірі. Денеңді ауырлатып, табиғатыңды талқандап, жүзіңді кесел науқасқа ұқсатады. Алты нәрсе адамның ажарына өзгеріс енгізеді. Бірі қайғы қасірет, екіншісі қатты азап, үшіншісі күтпеген қуаныш, төртіншісі ұйқы, бесіншісі мастық, алтыншысы қарттық. Адамның реңі қасірет пен азаптан әжімге толса, қуанышпен ұйықтап, тыныққан сәтінде жазылады. Даналар жақсы күлкі мен тыныш ұйқы емшінің кітабындағы ең жақсы дәрі деп айтқан екен. Көп ұйықтаудың тағы бір зияны несібеңді тарылтады. Себебі малсызға ұйқы дос, арсызға күлкі дос деген. Ұйқымен үйір болсаң, ұйқы бағасың, ұйқымен араз болсаң, жылқы бағасың. Әй ұлым, аз ұйықтауды, ерте тұруды әдетке сіңір. Ерте жат та, ерте тұр. Бір піспекті артық ұр. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық болады. Әй ұлым, көп ұйықтау қалай зиян болса, адамға ұйықтамау да зиянды. Егер бір адамды 78 сағат, яғни 3 тәулік ұйықтатпай алып жүрсе, тосыннан өліп қалуы мүмкін. Әрбір істің өзіне лайықты өлшеуі болады. Даналардың айтуынша, бір тәулікте 24 сағат болса, осының 3-тен 2 бөлігінде ояу болып, бір бөлігінде ұйықтаған орынды. 8 сағатты қу тіршілікке, тұрмыстың арна, 8 сағатта рухани жан азығын байытып, шаттыққа бөлеу үшін пайдалан. 8 сағат ұйықта, 16 сағатта еңбек етіп, шаршаған денеңді демалдыратын, тынықтыратын уақыттарына. Ашуы қатты әрі жалқау жандар осы 24 сағаттың жарымынан көбін ұйқымен өткізеді. Жартысында ояу болады. Сылбыр қимылдайтын адамдар күндіз түннің 3-тен 2 бөлігін ұйықтап, бір бөлігінде басқа істермен шұғылданады. Ақылды жандар 3-тен 1-ін ұйықтап, 2 бөлігінде ояу болады. Әй ұлым, білгенің жақсы, достың да досы болады. Бірі адал дос, бірі арам дос. Амал дос сенен пайда көздеп дос болады. Әсіресе сенің мансабыңа қызығып, өзі де бір мансапты иеленуді ойлайды. Бір күні астыңнан тағың тайғанда осы досты таппай қаласың. Бейне бір көктемде еріп кеткен мұз сияқты. Бұрынғы даналар ондай досты мал дос дейтін. Яки мал үшін дос болатын бейшаралар. Ондай дос көлеңке іспетті. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Құдай досты да пейілге қарап береді. Қуды қу табады, шұқанақты су табады. Боқтың досы шыбын деген. Ұры халықпен күндіз дос болса, түнде қас болады. Сен арлы болсаң, жаныңа өзіңмен пейілдес адамды жина. Шынайы екі достың мінезі иненің жасуындай жерге сыйып кетеді. Көргенсізбен құрдас болма, опасызбен сырлас болма. Әсіресе сенің ақылыңды менсінбес наданмен әңгіме құрма. Қулық істедім деп қуанба. Қураған түбір шірейді, қулықтың түбі құриды. Атағы бар жақсымен сұхбат құр, жақсымен өткізген бір күнің наданның өтіп кеткен өмірімен тең. Құмарлықтың құрбаны, ақымақтың ашынасы, қулардың құлы болма. Әй ұлым, алдымен тағам жеудің тәртібін білгін. Көп жұрт тағамның негізгі бөлігін кешкі ұйқыға жатар алдында жейді. Бұл өте зиянды әдет. Өз жанына өзі қастық еткенмен бірдей. Жатар алдында желінген ас денеге толық сіңбейді. Қонақ үйіңе келгенде жүгіріп шық есікке, бір сәтке де кешікпе. Құшақ жайып қарсы алып жылы сөзіңді аямағын. Қонақты асқа тойғыза алмасаң да, ақ ниетіңе тойғыз. Олар сенің ізет құрметіңе риза болсын. Ұлықпан хакім, сыйларға асың болмаса да, сыйпарға сөзің болсын деген. Көңілің кең болса, үйіңнің тарлығы, тағамыңның аздығы білінбейді. Әй ұлым, қонаққа міндет қылмағын. Сынық мінез байқатып, жылы шыраймен сыйлас. Себебі қонақ өз несібесін ала келеді. Одан сенің дастарханың кішірейіп, қазаның ортаймайды. Қонақтың шапанында қызырдың шарапаты бар. Қонақтың көңілденіп төрге отыруы, құт берекенің келуі деп біл. Әй ұлым, моншаға барғың келсе, қарның тоқ кезде бармағын. Тамаққа тойып моншаға бару зиян. Жүрегіңмен тамырыңа салмақ түседі. Аш болып та моншаға келмегін. Әлсіреп, дел сал күйге түсіреді.
Дұрысы, асқазанды жұбатардай айран не шалап ішіп барған жөн. Бақ құсы бірде қонады, бірде ұшады. Оның тиянағы жоқ, оған таңданба. Себебі дүниенің ережесі тұрақсыз. Шаттық келсе де, қайғы келсе де сен өзгерме. Ақ жолдан тайма. Біреудің істеген ісін зая кетірме. Еңбегіне қарай ақысын төле. Жақсылықты ең алдымен өз жақыныңа істей біл. Үлкенге ізет, құрмет көрсетіп сыйла. Жұртың жақсы жаман ісі мен мінез құлқына көз қырын салып, олардың пайдалы һәм зиянды нәтижесін бақыла. Ой елегінен өткіз де, қайсысы өзіңе, қайсысы елге пайдалы екенін үйрен. Сен өмірдегі мақсатыңа екі түрлі жолмен жете аласың. Бірі өнеріңе сай іс істеумен, екіншісі білмеген өнерді үйренумен. Білім үйренуің үшін еңбек құмар бол. Бойыңды жалқаулыққа үйретпе. Жалқаулық несібені тарылтады. Жалқау құр жатқанның ырысы қайтар деген. Жалқаулық іс жақпастық дененің бұзылып кеселденуіне себепкер болады. Тәнің жалқаулықпен бір достасып алса, саған өз ықтиярымен бойұсынбайды. Дене өздігінен әрекет істемейді. Ол әрекетті бұйрықпен істейді. Сен оған жетекшілік жасамасаң, дене еш нәрсеге де басшылық етпейді. Әсілі, білім мен өнердің негізі әдеп, қанағат, ұят, пәктік, мейірім, сабыр, сақтық. Ұят иманға тән деген. Шамадан тыс ұяңдық өзіңе зиян келтіреді. Әдеттен тыс ұялшақ болмағын. Ұялшақ сыбағасынан құрғалады деген. Ұялшақтық әркез қателесуіңе себепкер болып, ісіңе зиян келтіреді. Жаман қылық, өтірік сөз, қанағатсыздықтан ұял. Тура сөз, ізгі тілек, игі істен ұялма. Ұят иманның жемісі дегендей, жарлылық та ұялшақтықтың жемісі. Сондықтан да қай жерде ұялып, қай жерде ұялмауды білгенің жөн. Қайсысы жақсы болса, соны істе. Әсілі жақсылықтың әдепкі шарты ар ұятты сақтау. Жамандықтың әдепкі шарты ар ұяттан безу. Әке насихаты мұнымен аяқталмайды. Жалғасы келесі бөлімде.